Қашадыңдар. Так, жігіттер, кетті ма? Қараймыз, мына жерде бар емес па, бізде біз жаңа f(x) берілген кезде мысалға x азайды 7 берілді, мысалға f(2x) қосылған 1 деген тұрса, біз не істедік? x көбейтілген x-дің орнына 2x қосылған 1-ді қойып жүрдік, дұрыс па? Сонымен бұл бізде 6x минус 4 болды деген сияқты. Яғни f(x) болып тұрған жерден, оказывается, бізге x-дің түрленген 2x қосылған 1 деген сияқты версиясына бару бізге түк қиын емес екен. Ал қалай болады, егер бізден керісінше сұрақ қойса? Мысалы, былай сұрақ қойса да, x қосылған 7 менің 5x азайтылған 4 болатын болса, и осыдан f(x) тап дейтін болса. Наоборот, яғни артқа қайту керек, короче. f(x)ті тауып алуымыз керек болатын болса, не істейміз? Вообще ондай нәрсе. Жігіттер, былай қыламыз. Бұл жерде так. Жоқ, былай қыламыз. X қосылған 7-ні мына жерде f(x)ке қайту үшін x қосылған 7-ні біз a-ға теңестіреміз, жігіттер. Типа айнымалы енгізу сияқты нәрсе ол. A-ға теңестіресің, нәрде тұрған нәрсені бәрін a-ға теңестіріп отыра бересің. Мысалға, a-ға теңестірген кезде сол кезде x-ті табасың үшін a-7 болады, дұрыс па? Сонда енді f(x) деген сөзім, маған f(x) керек қой, f(x) деген сөзім x-ім a-7-ге тең болып тұр ғой, дұрыс па? f(a-7) деген сөз келісесіз па? X деген ол a-7. Бұл деген сөз біз мынердегі f(x) тұр. X-тердің орнына a-7-ін қойып шығасың деген сөз. Яғни 5 көбейтілген x-дің орнына a-7-ін қоясың, азайтылған 4 бола салады. 5a азайтылған 35, азайтылған 4, 5a минус 39 болады да. Сонда f(x) қайттан аны тупо x-ке алмастырып жасаласың. И сонымен 5x минус 39 болады. Жауап f(x) тең 5x минус 39 болады. Давайте, қазір мен сендерден түсіндіңдер ма деп сұрамақ қояйын, өйткені чуть-чуть сәл мына жерде кішкене недогон нәрселер бар. Басан қайталап айтамын. Бұл метод, короче. Қараңдар. Егер саған осындай өрнек, мынандай бір өрнекке тең болып берілсе, сосын саған f(x)ның мәнін сұраса, яғни артқа қайтатын болсақ, f(x)тен мынандайға бару қиын емес екенін көрдің, орнына қоя саласың. Ал мынадан қайту үшін біз кішкене қулық жасауымыз керек. Ол қулық сенің мына жердегі x қосылған 7-іңді a деген любой мына жерде тұрған нәрсенің бәрін a-ға теңестіремін. Сөйтемін да кейін a-ға теңестіргеннен кейін осы арқылы x тауып аламын. Плюс 7 ар жаққа минус 7 болып барды, қара. Сөйтемін да f(x) табу керек еді, мен f(x) тең деймін да, x-дің орнын мен соған тең болып тұрған a-7 арқылы алмастырамын. Бұл деген сөз x тұрған жерлердің барлығында мына жаққа a-7-ін қойып шық деген сөз. Қойып шығамын. Есептеп бітемін да, сосын соңында сол a-ны қайттан x-пен алмастыра саламын. Просто алмастыра саламын. Бұл жерде былайнан андай бейт философияға беріліп кетудің қажеті жоқ, типа x-пен a тең емес қой деген сияқты. Сондықтан олай ойламайсың, просто соңында бәрі есептеп болғаннан кейін a-ларды x-пен алмастырып саласың. f(x) жоқ, осы негізінде. Енді мысал қарастырайық та мына жақтан, мен ана скриндердің ішінен қарастырайық. Мәселен бізге мысалы 5909-да так, f(2x минус 3 тең 4x минус 5 деп берілген да. Бізге осы жерде f(x)ке қайту керек болып тұр, жігіттер, қараңдар. f(x)ке қайтуымыз керек болып тұр. 2x минус 3-ті a-ға теңестірдім ба? 2x тең болады a қосу 3. x тең a қосылған 3 бөлінген 2 болады. Енді f(x) дегенім, значит, мына x-дің орнына нан қойып жүреміз деген сөз. 4 көбейткен x-дің орнына
а қосылған 3 бөлінген 2-ні қойып саламын. X соған тең болып тұр мына жерде. Минус 5 болады, мынау қысқарған ері 2 болады. F от X тең болады. 2A қосу 6. Сонда плюс 1. 2A плюс 1 болады да, аны не істеп жүре салады дегеніміз чисто. Оп-оңай. Көрдің ба, біз F от X-ке қайтып кете салдық конкретно. Түсіндіре алдым ба? Енді бірақ бұл жерде ше 5-9 қайттан әкеп F от X минус 3-ді қайттан ерге қойды. Сонымен анау қайттан шыға салады. Түсіндіре алдым ба? Енді 5-9-да бізде бұмен шектелмегенде сұрақ былай ой жүрген қойсыңдаршы. F от 1-ді тап деп берген. F от 1-ді тап десе, жігіттер, мынада да ойлап қалмаңдар ше. F от 1-ді таба саламыз. F от 1 деген сөз x соңына 1 қой деген сөз, яғни 2-ге көбейтем 1-ді, қосам 1-ді тең 3 па? Сонда, оказывается, F от 1 деген сөз, F от 1-дің мәні 3 болды, 3 деген сөз екен ғой, оказывается. F от 1-ді 3 деп жере салдым ғой, 3-ке тең болды ол екен қазір ғана. 3 қой жере салдым, сонда F от 3 табам. F от 3 тап деген сөз, нерде x соңына 3 қоясың, е? Мынау оригинал неге қайдамыз ғой бұл. 2 көбейтілген 3 қосылған 1, яғни ол бізде 7 шыға салады деген, жауап 7 болса деген. Түсіндіре алдым ба? Шатасып қалмасаң болды бұлай жеткен кезде ше. Асыл қиындығы жоқ сияқты болып тұр енді өзіме. Так, бір-екі әңгіме қалды, бұл содан кейін есеп шарт бастай бересіңдер. Жаңағыдай аға теңестіру керек екенін түсінікті болды ма? Сұрақ жоқ қой. Енді мынандай болатын болса да, жаңағы бұл топтың 7-ші есебінен қарайық. Jat x тең болады 2x қосылған 1 болса, егер менің f от jat x-ім 4x квадрат минус 4x минус 3 болатын болса, сұрақ f от x неге тең, яғни f от x-ке қайтуымыз керек болып тұр. Яғни мына есеп мынаның негізі осының бір түрі ғой. Яғни қара, бірінші мынамен жұмыс жасап алайық біз. F от jat x 4x квадрат минус 4x минус 3 деген сөз қайтып түсінеміз. Қарап ал. F от жақшаның ішіне jat x-ның орнына соған дейін отырайық 2x қосылған 1-ді қоямыз, яғни, проще говоря, f от jat x емес, біз оны f от 2x қосылған 1-іміз тең болады екен 4x квадрат минус 4x минус 3. Енді осыдан біз f от x-ке қайтуымыз керек артқа қарай. Не істейміз? Ма 2x қосылған 1-ді аға теңестіреміз. 2x қосылған 1-ді аға теңестіреміз. 2x тең болады a азайтылған 1. X тең болады a азайтылған 1-ді бөлемін 2-ге. Онда f от x табамыз шеден. F от x табам, асықпай қараңдар жақсылап. То есть, міне менде мынау тұр еді ғой жаңа. Нақтыға тұр ғой мысалы немесе. А деген менде a минус 1 бөлінген 2, значит мен нелерге a минус 1 бөлінген 2-лер қойып шығамын. То есть 4 a азайтылған 1 бөлінген 2-нің квадраты, сосын азайтылған 4 көбейтілген тағы x-ің орнына оған тең болып тұрған a минус 1 бөлінген 2-ні қоямын. Азайту 3 бар менде. Түсіндіре алған шығар мойында. Сонда f от x-іміз біздің, так, мына 4 пен 4 қысқарады да, іште a квадрат минус 2a плюс 1 шыға ма? Потом мына 2 қысқарды нерде 2 болады да, минус 2-ге a-ны бөлсем минус 2a, минус 2-ге минус 1 плюс 2, одан үш алсам минус 1 бола салсын сразу. Сонда енді бізде f от x-іміз тең болады екен, a квадрат, мынау минус 4a, мынамен мынау қысқарады, сонымен a-ларды x-мен алмастырып жүрсем, x квадрат минус 4x болады екен. Яғни f от x-ім x квадрат минус 4x-ке, x квадрат минус 4x-ке келе салады екенбіз. X квадрат минус 4x іздейміз енді жерден. Ол бізде v жауабында тұр екен. Мұқият қарап отырмыз ба? Түсінікті болады ма мына жердегі ойлар? Сұрақ жоқ қой ешкімде. Енді соңғы бір мысал бар, мынау мысал жігіттер. Маяқтарда 5909-дан бастап 5910-дан бастап 17-ге дейін пытырлап кететін есеп тұр ғой үшін. Тоже осыған келеді енді. То есть, мысалға қараңдар, бұл жолы 5910-да мысалы мынандай бір қызық есеп бар. F от jat x тең 6x қосылған 7. F от x-іміз бұл жолы 4x қосылған 1 болып тұр.
Енді қызығы j x сұрап отыр ғой бізден. Не кіргізіп едің сен анаған деген әңгіме болып тұр ол жерде. j x тауып керек қой бізге бұл жерде. j x-ке 6x плюс 7 Сен былай деп ойлап ол. Шын мәнісінде андайда так fx-іміз мынау болатын болса, мынаған қарап ал. Қара, мынаған қарап алды, сонда f от x. Мынаған жақсылап қарап алыңдар, жақсылап қарап алыңдар. Енді осы жерде x-тің орнына, допустим, j от x қоятын болсам, j от x қоятын болсам, мына x-ті j от x қоятын болсам, мына жерге де j от x қоямын ғой, дұрыс па? 4 көбейтілген j от x қоямын мына жерге. Дұрыс па? Енді мен x-ті j от x-пен заменить етіп жатқаным емес па? Оны мына жерде x-ті солай заменить етемін ғой, дұрыс па? Енді қара, мынау және мынауың это одно и то же, дұрыс па? f от j от x. Сондықтан сенде 6x қосылған жеріңде мына жерінде екеуі тең болу керек. Сонда, значит, сен бүйтесің 4 еселенген j от x қосылған бірің тең болу керек 6x қосылған 7-ге. Неге? Өйткені екеуі де f от j от x болып тұр. Осы жерден саған j от x-ті осы жерде как теңдеу сияқты таба саласың. То есть, плюс 1-ің ары өткен минус 1 өтеді, 4 еселенген j от x тең болады 6x қосылған 6. Енді мына 4-ті ары өтке бөліп өтсем, сонда тағы j от x жазады. j от x тең 6x қосылған 6-ын бөлім 4-ке. То есть, 2-ні шығарып қысқартып жаратын болсам, 3x плюс 3 бөлінген 2 бола салады. Немесе оны көп жауаптықтарда 3x бөлінген 2 қосылған 3 бөлінген 2 деп те беруі мүмкін екен. j от x қалай табылған түсінікті болды ма? Қара, бізге чисто мәліметтер берілді, дұрыс па? Енді шешуі. Біз айтамыз, f от x бізде 4x қосылған 1 болса, біз үшін f от j от x-ті табамыз біріншіден. Хотя ол беріліп тұр негізі үстінде ше. Ол просто дайын формада беріліп тұр да. Біз оның шик формасын табамыз. Яғни ол деген сөз мен x-тің орнына нерге j от x қоямын. Дұрыс па? X-тің орнына j от x қойсам, мына жердегі x-тің орнына да j от x қоямын ба? Сонда f от j от x деген 4 көбейту j от x қосу 1 екен. Бұл шикі версиясы. Мынау піскен версиясы. Өйткені бұл да f от j от x, мынау да f от j от x. Значит, екеуін бір-біріне теңестірем. То есть 4 еселенген j от x қосылған 1 тең болады 6x қосылған 7. Шикі нәрсе түбінде піскенде осы болады деген әңгіме. Сонда мынау плюс 1 ары өткен минус 1 өтті. 7-тен 1 азайтылып 6 болды. Мына 4-ті бөлу қылдым. Сонда j от x мынандай болды. Қысқарттым мынандай форма келдірдім. j от x мән таба салдым. Алгоритмге қарап отырып шаршаңдар, еске түсір, то есть шығарып кете бересің, одан тұрған қиындық жоқ. Ойым түсінікті болды ма? Сұрақтарыңыз бар ма, жоқ па? Все болды. Күрделі функция сабағы аяқталды. Енді нақтылар жазып аламыз, есептерді осыған қарап шығара береміз онда. Бастаймыз. 5910-да басқа жауап тұр. 5910 дейді. Ты не поленился, да? 5900.